Иә, бізге енді жан-жақтан адамдар келіп жатады, кеңеске келіп жатады, емге келіп жатады. Сонда мына жерде бір бауырым келіп отыр, Дархан деген бауырым. Алматыдан ғой, негізі. Сонда енді негізі аш суды ашпайды екен, темекі де шекпейді екен, жақсы. Иә? Қанша жыл болды дейсің? Жалпы темекі шекпегеніне бір 10 шақты жыл болды. Иә, тастап кетіпті бәрін. Керемет, жақсы. Бірақ бір әдетім бар дедің, немене? Насыбай атам дейді. Енді қарасаң, бұл негізі заңда рұқсат берілмейді. Иә, былай айтсам, бірақ сол сатылып жатыр, шегіп жатыр. Жақсы, енді әркім өз өмірінің патшасы. Бірақ жаңа дәкең айтып отырсам, енді сен мысал үшін таңертең тұрғанда дейін пастымен тісің шаясың ғой. Иә? Соны тастадым дейсің бе? Тастадым. Біздің видеодан кейін. Өйткені біз таңертең тұра сала көзімізді ашпай жатып, тісімізді пастымен жуамыз да қаннан уланамыз ғой, былай айтқанда. Түсіндің ғой оны, иә? Енді айтады. Қызықта енді. Мен сіздің видеоларыңыздың бәрін көріп жүрмін, тамақтанудың бәрін беттеп жүрмін, сол сияқты. Таңертең тұра сала жаңағы пастымен тіс шайып, бірінші су ішіп, содан кейін бір қасық бал жеймін дейсің бе? Иә. Жақсы. Не үшін жейсің сол балды? Енді пайдасы тиетін шығар. Неше қасық жейсің күніне? Где-то бір сумен бірге 2 қасық бал. Күніне, иә? Күніне азында. Күніне 2 қасық қана бал жейді екен. Жақсы. Ал сен күніне неше рет насыбай атасың? 5-6 рет кетеді. 5-6 рет насыбай атады екен. Енді ол қанша граммнан екен білмеймін, айту бүйтіп атып жататындар бар. Енді сонда өздеріңіз салыстырмалы түрде қарасаңыздар, мен күніне 5-6 қасық бал жеген жақсы ма, 5-6 қасық насыбай атқан жақсы ма? Қайсы жақсы сенің денсаулығыңа? Бал дұрыс қой. Жаңа енді дәкең қарасаң, енді адам баласы былай қарасаң көп ойлана бермейміз ғой, иә? Мен айтамын да, сен енді балдың орнына насыбай жеп жүр екенсің ғой, езіп десем, сонда ол да әсер ете ме дейді да, қан көте ме дейді. Бұлай ойласаң енді, жаңағы таңертең пастаны жеген жоқпыз. Иә? Жай онымен ыстық. Соның өзі қан көтіп кетті 20 секундта. Жаңағы су іштік, бал жедік. Оның өзі қанға береді, бірден. Онымен салыстыратын нәрсе емес енді. Насыбай деген енді мүлдем ұстамайтын нәрсе ғой жалпы, атпайтын нәрсе. Ешқандай ата-бабаң атпаған. Баяғы заманда аталарымыз насыбай атты дейді. Ол мынандай насыбай емес, ол мұрынға ататын насыбай. Ол аллергияға қарсы болған. Дәрі ғой, былай айтқанда, порошок. Мына түшкіре береді екен, мына кеңсірікте жыбырлайды, сондай болады екен. Аллергия ғой қазіргі заманмен. Соған насыбай атады екен. Олар былай мына деп мұрынға атады екен, аталар бұрын. Мына мұрынды қуырып сөйтіп, сондай аллергияға қарсы ғой, былай айтқанда. Ал қазірғылар ішінде не бар екені белгісіз. Біреулер айтады енді составын айтқанда шошисың. Тауықтың бірдеңесі дей ме, білмейміз енді оны. Анығын білмейді екен оны. Қажет те жоқ маған. Бірақ соны алып ап, ауыздарына атып ап, бал сорғандай деп сорып жүреді соны 5-6 рет күніне. Сенің қаның уланып жатыр ғой. Сен өзің жаңа диагноздарыңды айтып отырсың, иә? Менің көңіл күйім осылай, нервім осындай, тағы немене көп нәрсе айтып отыр. Соның бірден бір себебі жаңағы нерв, стресс, адам ашуланшақ, бір память жоғалады, неше түрлі жағдайлар бар. Соның бірде бірегейі сол болу мүмкін ғой, қарасаң. Бұлай түсіндің ғой өзің, иә? Енді не түсіндің енді мен айтқаннан? Енді соны сатып аласың ба соны жалпы сен? Қанша тұрады ол? Бермейді екен. 500 теңгеден тұрады. Бір пакет. Сонда сен күніне 500 теңгені қанша күн атасың? 2 күнге кетеді. 2 күнге кеткенде соның ақшасын санап көрсең өзі. Кетіп жатыр ғой, иә. Иә, күніне бір айда, бір жылда қанша атып жатсың? Бұның бәрі бизнес. Адамға қарсы жасалған нәрсе. Енді Құдай сақтасын, осыны түсінетін уақыт келді. Айналайын арда қазақ дейміз. Біз табиғи бал жемей жүрміз, табиғи құрттың өзін жемейміз, майды жемейміз, ет жемейміз. Бірақ қу дала бізге бір қарсы жасалып қойған нәрселерді табан ет, маңдай термен ақша тауып, соны алып, соны атып, соны ішіп, соны шегіп, қанымыздан уланып, ұрығымыздан уланып жатырмыз ғой, былай айтқанда. Мына
адам енді соны мен ішкен болсам, шеккен болсам, енді ол менің ұрығыма өтеді. Қаныма өткеннен кейін ұрығым солай болады ғой, иә? Енді содан бала туса, бала қалай уланып туып жатыр? Бұлай ойланғанда енді қалай, иә? Елдер сонда күніне бір қасық бал жемейді. Бірақ 10 рет насыбай атады екен. 20 рет темекі шегеді екен. Қандай ойланбаймыз біз, иә? Бұлай ойласаң енді ол мен ояту үшін айтам да, өзім деген азаматтар қазақтың ояну керек. Осындай зиянды әрекеттерді тастау керек. Бұрынғы ата дәстүрімізге қайтуымыз керек. Қайтадан генімізге қайтуымыз керек. Қанымыздан уланбай, сонда жаңағы темекі, насыбай деген нәрселер бар. Ащы су деген бар, соның бәрін тастау керек екен. Міне, оны қойып жаңағы пастының өзінен уланып жатырмыз. Таңертең тұра сала тісімізді пастымен ісіп уланып жатырмыз. Қанымызға өтеді. Оның орнына таңертең су ішіп, бір қасық бал жеп, біздің қанымызға пайдалы нәрсе беруіміз керек қой, тамақ беруіміз керек. Ал біз аламыз да таңертең тұра сала насыбай атамыз. Осыдан кейін енді көп нәрсе өзгереді ғой адам бойында. Қаның уланды, енді біздің миымыз уланады. Ондай уланған мидан енді білмеймін қалай болатын. Біздің көп нәрсеге миымыз жетпей жүргені осы ма деп бір жағынан ойлап қаламын мен. Иә? Ал Алла амандығын берсін. Абай атамыз тағы айтам. Сәулесі бар жігіттер бір ойланар дейді. Сәулесі бар жігіттер ойланып, шешім қабылдап, зиянды әрекеттен тыйылып, одан да сол зияндыға кеткен ақшаны пайдалы тамақ алуға, бала шағаңа пайдалы өнім әкелуге салу керек қой. Түсінікті ме? Міне